Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Әсем, менің каналыма қош келіпсіздер. Біз бүгін өте дәмді жаровня из баранина жасайтын боламыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Керек заттың құрамын описание бөліміне қалдырып кетемін. Сол жақтан көріп алсаңыздар болады. Біз бірінші етімізді жақсылап маринадтап аламыз. Кивиімізді теркадан өткіземіз. Оның үстіне крахмалымызды саламыз. Тұзын, паприкасын, қара бұрышын барлығын салып, және сұйық майымызды, кинзамызды, сарыағашымызды барлығын ыдысымызға салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Етімізді жақсылап араластырып алғаннан кейін 3 сағатқа мұздай жерге қалдыратын боламыз. Ендігі кезекте біз көкөністерімізді турауға кірісеміз. Біз көкөністеріміздегі баклажан, кабачки, картопымызды духовкада пісіретін боламыз. Барлығы бір көлемде болғаны дұрыс. Осындай домалақ пішінде келтіріп, барлығын турап шығатын боламыз. Түсті болгарскийлерімізді осындай ұзынша етіп турап алатын боламыз. Оны біз тамаққа 5 минут қалғанда саламыз. Енді біз пиязымызды тураймыз. Пиязымызды да үлкен көлемде турай беретін боламыз. Оны біз сәбіз екеуін тамаққа пісуіне 15 минут қалғанда саламыз. Етіміз 3 сағат тұрғаннан кейін біздің етіміздің суларын сорғытып, қызып тұрған табағының астына кішкене майды құямыз. Етімізді 20 минут қатты отта қалдыратын боламыз. Біздің етіміз пісіп жатқан кезде біз духовкадағы заттарымызды пісіруге кірісетін боламыз. Ол бізде кабачки, болгарский және картоп болып келеді. Бірінші біз баклажан мен кабачкиді бірге пісіреміз. Оның үстіне тұзын, қара бұрышын және паприкасын, сұйық майын жақсылап араластырып, қызып тұрған духовкада 7 минутта пісіріп алатын боламыз.
Духовкамызды да паприка, тұзын және қара бұрышын сұйық майын салып, жақсылап араластырып, духовкамызда 15-20 минутта пісіріп алатын боламыз. Градусы 200 градуста болады. Етімізді жақсылап араластырып аламыз. Біздің еттің өзінің суы шығатын болады. Суы тартылғаннан кейін 40 минутқа бұқтыруға қалдыратын боламыз. Духовкадағы картоптарымыз әдемі сары болып пісті және кабачки баклажандарымыз да. Енді біз етіміздің суы тартылғаннан кейін оны 40 минутқа қалдыруға жіберетін боламыз. Бұл тағамды сіздер қонақтарыңыз келгенде ұсынсаңыздар ешқандай ұялмайсыздар. Дәмі тіл үйірердей өте дәмді болады. 40 минуттан кейін біз етіміздің үстіне сәбізін және пиязын салуға кірісетін боламыз. 15 минут бұқтыруға қалдырып, одан кейін 5 минутқа болгарскийімізді салып қоямыз. Егер сізге видео ұнаған болса, маған тіркелуді, комментарий қалдыруды және лүпіл басуды ұмытпаңыз. Сіздермен болған әсем ас болсын.